Сәлем достар, түс жору каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Адамдардың түсіне жиі қайтыс болған туыстары, әке-шешесі кіреді. Әдетте о дүниеге аттанған жандар қандай да бір ескерту жасайды екен. Түсіңізде қайтыс болған жақыныңызды көру жақын арада қиындықтардан арылатыныңызды білдіреді. Егер туысыңыз сізге ашулы болса, онда шынайы өмірде күнә жасағаныңыз. Егер қайтыс болған адамды түсіңізде тірі деп ойнап, оның жағдайын жақсы екенін көрсеңіз, оның о дүниеде жағдайлары жақсы екенін білдіреді. Егер марқұм жаман әдеттер жасап жатса, онда ол сізге шынайы өмірде жаман әдеттерден бойыңызды аулақ ұстау керек екенін ескертіп жатыр. Түсіңізде қайтыс болған адамды сүйсеңіз, шынайы өмірде сіз күтпеген жерден байлық пен табысқа кенелесіз. Қайтыс болған адам сізге таза, жақсы зат берсе, сізді қуанышты хабар мен жақсылық күтіп тұр. Түсіңізде марқұммен бірге бір төсекте ұйықтағаныңыз ұзақ өмір сүретініңізді білдіреді. Түсіңізде қайтыс болған адамның тірі екендігін көрсе, бұл оның ісінің жақсара бастайтындығының және күтпеген жерден қиындықтан кейін жеңілдік болатындығының белгісі. Түсінде қайтыс болған адаммен бірге ас ішкенін көрсе, өмірі ұзақ болады. Түсінде өлген адаммен сөйлескен болса, ұзақ өмір сүретінінің белгісі, және бұл әлде кімдермен талас тартысқа түсіп, одан жеңіп шығатын да ишара болуы мүмкін. Түсінде бұрын жақсы таныған кісісі тірі өзінің өлмегенін айтқан болса, бұл оның ақыреттегі жағдайының жақсы екендігінің білдіреді. Түсінде өлген кісінің үстінде жасыл киім киіп алғандығын көрсе, бұл оның шейіттік өліммен өлгенін көрсетеді. Сондай-ақ о дүниедегі жағдайының жақсы екендігін білдірмек. Түсінде қайтыс болған адамның күлгенін көрсе, бұл оның Алланың кешіріміне қол жеткізгендігін білдіреді. Түсінде өлген кісінің жүзі жарқын, қуанышты екенін көрсе, оған бағышталған жақсылық жетіп, соған риза екендігінің белгісі. Түсінде қайтыс болып кеткен атасының немесе әжесінің тірі екендігін көрсе, бұл өмірінің бақытты да баянды боларына ишара. Түсінде қайтыс болып кеткен әкесінің немесе анасының тірі екендігін көрсе, басына түскен қайғыдан арылып, үлкен қуанышқа кенелетіндігіне ишара. Түсінде қайтыс болып кеткен ағасының тірі екендігін көрсе, әлсіздіктен кейін қуаттанатындығының белгісі. Түсінде қайтыс болған баласын көрген болса, әлдебір дұшпанынан құтылғанына ишара. Түсінде қайтыс болған адамның оған сәлем бергенін көрсе, Алланың құзырында марқұмның жағдайының жақсы екендігінің көрсетеді. Түсінде қайтыс болып кеткен кісінің байып кеткенін көрсе, марқұмның ақыреттегі жағдайы жақсы екендігінің белгісі. Түсінде қайтыс болған адамның оған тағам бергенін көрсе, адал ризыққа қол жеткізгендігіне ишара. Түсінде қайтыс болған адам оны жақсы көріп құшақтап жатқанын көрсе, ұзақ өмір сүретіндігіне ишара. Түсінде қайтыс болған адамды мойнына салып көтергенін көрсе, мол табыс пен байлыққа қол жеткізетіндігіне ишара. Түсінде қайтыс болған адаммен жолдас болса, үлкен табысқа қол жеткізеді, ұзақ сапарға шығатындығына ишара. Түсінде қайтыс болып, кейін қайта тірілгенін көрсе, бұл күнә жасап, бірақ артынан тәубеге келгендігін білдіреді. Достар, осымен түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.